Сәлем достар, бүгін сіздермен шабдалдан компот жасаудың екінші бір түрі өз тәжірибеммен бөліскелі отырмын. Шабдалды жақсылап бірнеше рет жуып алдым. Оны енді дәнін алып тастаймын. Осылайынша ортасынан бөліп, дәндерін алып тастаймын. Шабдалдың қатты болғаны жақсы. Жұмсақ шабдалдарды бөлек алып қойдым. Енді жұмсақ шабдалды осылайынша блендерден өткізіп алдым. Суымыз қайнап жатыр. Оған бір жарым келідей қант саламын. Сөйтіп оны да 4-5 минутқа қайнатып қоямын. Қазанымыз қайнап жатқан кезде банканы булап қойдым, крышкасында қайнатып қойдым, дайындап. Енді бағанағы жұмсақ шабдалды блендерден өткізген, оны қайнап жатқан суымызға құйып 5-6 минут қайнатып қоямын. Оны да бетінде көбіктерін аламын. Енді қайнап жатқан соғымызға шабдалды салып 5 минут қайнатамын. Қазанымыз қайнап жатыр. Ақырын отта қайнатып қойдым. Енді 5 минут болды қайнағанына. Банкеге, буланған банкеге осылайынша шабдалды жайғастырамын. Қатты көп салмаймын, түбінде болу керек. Қайнаған кезде өз шабдалдың соғы шығады. Суға банкеге 2 тал мята жапырағын салдым. Және де 1 тілім лимон салдым. Енді қайнатып қойған крышкамызды банкінің бетін осылайынша жауамын. Банкымыз дайын болды. Қыста жегенге өте жақсы. Сүйсініп жейді балалар. Ішіндегі шабдалдар езіліп кетпейді, осы күйінде тұрады. Енді банкымыз төңкеріп қойдым. Үстін жылы орамалмен жауып қоямын. Және де бір күнге қалдырамын. Подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.